Құрметті оқырмандар, Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасына 2023 жылдың 2 тоқсанында түрлі білім саласы бойынша жаңадан түскен кітаптармен таныс болыңыздар. Философия саласы бойынша Санжар Керімбайдың Өркениетті адам, отбасы хрестоматиясында автордың түрлі ситуациядағы оқиғалар мен сұхбаттары берілген. Кітапты оқып отырып, Қазақстандағы надандық факторы, оның себебі мен салдарына үңіле аласыз. Кітап логотерапия ғылымына қызығатын оқырмандарға арналған. Алматы Абзал Құспан баспасынан 2022 жылы шықты. Психология саласы бойынша Ник Вуйчичтің «Өмірде шектеу жоқ» кітабында әрі автор, әрі кейіпкер Ник Вуйчичтің маңдайына ғажап тағдыр жазылған. Өмірге қолаяқсыз келген бейкүнә сәбидің тағдыры және өз өмірі үшін күресе білген ғаламат, қажыр-қайрат иесінің сәулелі бақытқа ұмтылған ғұмыры шынайы бейнеленген. Алматы мазмұндама баспасынан 2022 жыл жарық көрді. Әскери іс бойынша Бауыржан Момышұлының «Соғыс психологиясы» атты хроникалық кітабы орысшадан аударған Ментебаева. Кітапқа Момышұлының 1943-1945 жылдары ғалымдар, жазушылар, жауынгерлер мен саяси қызметкерлер алдында сөйлеген сөздері, дәрістері, басынан өткен оқиғаларға, Ұлы Отан соғысының психологиясына жауынгерлік, қаламгерлік, педагогикалық көзқарасы жайлы кейбір хаттар енген. Алматы Книжный клуб баспасынан 2022 жылы шықты. Педагогика саласы бойынша Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» кітабы 1922 жылы алғаш жарық көрген нұсқасы белгілі болса, 1923 жылы автордың өзі толықтырып, қайта бастырған нұсқасы бірінші рет Кирилл кәрпімен басылып отыр. Сонымен қатар осы екі басылым арасындағы айырмашылықтары көрсетіліп, ғылыми түсініктемелер берілді. Алматы Марфу пресс баспасынан 2022 жыл жарық көрді. Медицина саласы бойынша Амина Күзембаеваның «Адам анатомиясы» кітабы республикадағы медицина колледждері студенттеріне арналған қазақ тіліндегі тұңғыш оқулық. Кітапта адамның тән құрылысындағы мүшелердің анатомиялық, топографиялық деректері оқу бағдарламасына сәйкес түсінікті баяндалған. Алматы Даниленко баспасынан 2019 жылы жарық көрді. Қазақ әдебиетінен Омар Жәлелұлының «Харекет» атты кітабына Абайдың «Адам бол, мал тап» қағидатына негізделген, адамды еңбек етуге жігерлендіретін адами болмыс бітімін, ар-абыройын сақтап қалудың жолдарын нұсқайтын «Еңбек рух» атты монография мен ғұламалар Яссауи, Бұқар Жырау, Абай, Мәшһүр, Жүсіп, Шәкәрім шығармаларындағы жаратушы мен пенденің өз-өзімен қарым-қатынасын тануға ұмтылған ғылыми мақалалар мен зерттеулер енген. Алматы БРК пресс баспасынан 2021 жылы шықты. Көркем әдебиет бойынша Кемел Тоқаевтың 100 жылдық мерейтойына орай жарық көрген 2 томдық таңдамалы шығармалар жинағының 1 томына «Соңғы соққы» романы мен бірнеше әңгімелер енсе, 2 томына «Таудағы жаңғырық», «Сарғабанда болған оқиға», «Қастандық», «Көмескі із», детектив повестері және бірнеше әңгімелері енді. Алматы жазушы баспасынан 2022 жылы жарық көрді. Тарих саласынан Ләйла Ахметованың «Панфиловцы. Наша гордость, наша слава» атты кітабында Ресей, Қазақстан және Қырғызстан мұрағаттарының материалдарына сүйене отырып, кітапта 1941 жылғы басты оқиғалар суреттеледі. 316 атқыштар дивизиясын жасақтау және оны Алматыдан Майданға жіберу, соғыс қимылдарының басталуы, жауынгерлер мен командалық құрамның ерлігі мен қаһармандығы туралы жазылған. Алматы тұңғыш президент қорынан 2020 жылы шықты. Осы аталған және өзге де жаңа түскен кітаптарды Жетісу облысының орталық кітапханасының кітап қорынан алып оқуларыңызға болады.